Мен Мұнайлы ауданы номері 6-шы өркен бөбекжайының тәрбиешісі Бердиева Жамиля Берекетқызы. Абай Құнанбайұлы жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөпсермесем мөстермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім. Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім. Қазақта қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді ұғарлық еш адам жоқ. Түбінде тыныш жүруді теріс көрмедім. Абай Құнанбайұлы күз. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңғаныма тойғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш қурап. Мен Оразова Айжан Әленім, Абай Құнанбайұлы. Жаздыгүн шілдей болғанда, көкорай шалғын бәйшешек, ұзары өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шырқырап жатқан жылқының шалғыннан жоны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылпылдап, арасында құлынтай айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үй келер ұраса басын бұлқылдап, ақ білегін сыбанып әзілдесіп сыңқылдап. Мен Кеңесбаева Жаңылай Базарбай қызы, Абай Құнанбайұлы қыз. Ақ киімді денелі, ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдан қыс келіп мазаңдалды. Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып, аяз бенен қыза ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілксе қар жауып мазаңдалды. Урадай бұрқсар қетіп толданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы томтығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдай алмай теріс айналды.